Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы қазіргі Солтүстік Қазақстан облысында Кедей әулетте дүниеге келген. Сұлтанмахмұт Торайғыров анасынан 1 жасында айырылған. Одан кейін оны әкесі Соқпыт өз тәрбиесіне алған. Сұлтанмахмұт Торайғыров шығамын тірі болсам адам болып. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл дүниеде жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белді бұлған. Жұлдыз болып көре алмаймыз жердің бетін, болмасам да толған айдай толқып туғам. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық демес. Тебемдеп тірі болсам надандықтан, серт бергем өз-өзіме еткем егес.